Жетістікке жетудің 3 ережесі: өзгелерден артық білу, өзгелерден көп еңбектену, өзгелер күткеннен азға үміт ету. Адам кім болса да еңбек етіп, терге шома жұмыс атқаруы тиіс. Өмірдің мәні мен мұраты, оның бақыты мен мақсаты осында. Адал еңбек ердің досы, бақ іздеудің жолы осы. Еңбек үстінде тек жұмысшы адам ғана тәрбиеленбейді, сондай-ақ жолдастық қалыптасады, яғни басқа адамдармен екі арада дұрыс қарым-қатынаста тәрбиеленеді. Еңбек үздіксіз үйренгендіктің арқасында жеңілдей түседі. Бабын таппаған еңбек құмға құйған су сияқты. Бабын тапсаң, ана сияқты ие береді. Білімді еңбекпен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырай да жарқырай да береді. Еңбек етпесең, не қорлыққа қаласың, не ұрлыққа барасың. Еңбек атаулының бәрі бағалы, өйткені ол адамды ізгіліктендіреді. Ұлыңызды еркелетіп, қолына қалаған сомасын беруге асықпаңыз. Бұл оны қор етіп, жетістікке жетудің маңызы еңбекте екенін ұмытуына алып келеді. Өмірдің бірінші қажеті еңбек болатындай етіп құра біл. Еңбексіз адал, жарқын өмір жоқ. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Терін сатпай телміріп көзін сатып, теп-тегіс жұрттың бәрі болды аларман. Ақын еңбегінің жалғыз өлшемі оның адам жүрегіне қанша жақындай алғаны. Балалық шақтағы есею және ерте жастық кездегі еңбекпен шұғылданған өмір адамның дене бітімінің дұрыс қалыптасуының маңызды бір шағы. Ескірген еңбекті жұрттан бұрын жазушының өзі сезуге тиіс. Еңбектегі табыс бұл табысқа жеткен адамның мақтанышы. Өз еңбегін мақтан тұтпаған нағыз адам бола алмайды. Данышпандылықтың құпиясы қарапайым еңбек, табандылық және парасаттылық. Талай жан бар аузымен айдалар, қолымен қос аяқта соға алмас. Табыс бұл маңдай тердің көрсеткіші. Қаншалықты көп терлесеңіз, соншалықты табысты боласыз. Кемеңгерлік 1%, шабыт және 99% еңбектен тұрады. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек, қолмен ой қимылы қажет. Байлық қанағатпен еңбекте. Даңққа бөлену дейсіз бе? Бұлай жасау менің қолымнан келсе жақсы. Жоқ, адам тек өлгеннен кейін ғана демалады. Ешқашан еңбек демалысын алмаңдар. Егер жұмыс ләззат сыйламаса, демек өздеріңе керек емес жерде жұмыс істеп жүрсіңдер. Арғымақтың баласы арыған сайын тың жортар, арқамен қосым қала деп. Азамат ердің баласы жабыққанын білдірмес, жамандар мазақ қылар деп. Елге сіңірген еңбек жақсы, еңбекті елеген ел жақсы. Еңбек тәрбиесіне баса назар аудару керек. Еңбекке тәрбиелемей тұрып, балаға дұрыс тәрбие бердім деп айту екі талай. Терлеп еңбек етпегеннің тілегіне жеткенін көргенім жоқ. Тілекке еңбек тірек болмаса, ойға омалып қырдан аса алмайсың. Тірі боп 100 жыл жасап тек тұрудан бір күн артық ел үшін еңбектенген. Адамның қажырлы еңбегі үшін ең үлкен сый қол жеткізген табысы емес, оның бойындағы өзгеріс. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң,
Алланың сүйген құлының бірі боласың. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, өмірінде өкіндірмес қасиеттер осылар. Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен қарасаңыз, сөз жоқ жеңіске жетесіздер. Еңбек, ақыл мен мәдениеттің бүкіл адам баласына ортақ мерекесін апаратын тура жол. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Қолың жетер биікке, еңбек етсең ерінбей, білім ізде кітаптан, жалқаулыққа берілмей. Адам баласы еңбексіз өлікке айналады. Дене еңбегі, ой еңбегінің қасиетін арттыра түскенімен қоймай, оны мадаққа бөлейді. Жансын десе еңбегің, жұмыс жаса терлегін. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық. Еңбек қуаныш, жалқаулық қайрылмас азап. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Алтын, күміс сияқты тастарға бағалық беріп тұрған нәрсе, оны өндіру жолындағы еңбек қана. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Еңбексіз ғалым, жеміссіз ағаш секілді. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Педагогикалық әңгіме өткізуге төселу үшін тіпті дарынды адамның өзіне де көп еңбек ету керек. Күндіз түні үнемі еңбек ету, мәңгілік оқу, оқуға әбден жаттығу, соншалықты өжет болу қажет. Ол үшін әрбір сағат өте қымбат. Еңбек үздіксіз үйренгендіктің арқасында жеңілдей түседі. Режим мен еңбек денсаулықтың кепілі. Өмір үшін тамақ қандай қажет болса, денсаулық үшін еңбек те соншалық керек. Ал дырду мен күн кешіру түбінде адамға ауру болып жабысады. Еңбек өмірдің шырағына май құяды, ал қиял оны тұтандырады. Еңбек шыққан жерден төзім де шығады. Еңбек ете білудің өзі байлық.